Оралда Рафхат Халиловтың есімі жайық жұртшылығына фото тілші ретінде жақсы таныс. 40 жылдан астам уақыт осы кәсіпті өзіне серік еткен оның суреттері түрлі көрмеге қойылып жүр. Бірнеше жылдан бері көне жәдігерлерді жинау оның екінші сүйікті ісіне айналған. Қазірге дейін жиналған тарихи құндылықтарды болашақта мұражай ашып көптің назарына ұсынбақ. Ақболат Мұстажабұлының бейнематериалы. Рафхат Халилов бала күнінен сурет түсіруге жақын болыпты. Оның бойындағы құштарлықты көрген әкесі 6 жасында Смена атты алғашқы фотоаппаратын алып берген. Кейіннен өзі осы өнерге түпкілікті ден қойған. Содан бері фотоаппарат Рафхаттың сенімді серігі. Талай тарихи сәттерді кадрге іліктірген құралдары уақыты келіп қолданыстан шықса да, әлі күнге төрінде сақтаулы тұр. Осында мен Қадыр Мырзалиевтерді, көптеген ақын жазушыларды фотоға түсірдім. Әбіш Кекілбаевты да түсірдім, Қырымбек Елеуішті де түсірдім осы фотоаппараттармен. Сол кезде мысалға мен өткенде бір пленка тауып алып, балдарға көрсетейін деп, осыларға салып, түсіріп, бір аябқа жасап шығардым. Өткен ғасырда кеңінен қолданыс табылған радиоқабылдағыш Рафхат Халиловтың жинаған жәдігердің бірі. Отбасылық құндылықтармен қатар сағат, түрлі елдің ақшасы, өзге де бұйымдар молынан бар. Бала кезінде тәттінің қағаздары мен марка жинаса, кейіннен ауылдан шыққандар оған түрлі өңір белгілер әкеліп беретін болыпты. Пионерлік значок, мысалы, октябряттың өзімнің таққаным. Өзімнің. Мына жерде селолық советтің депутат деген 2 значок тұр, әкімдік. Мына жердегі 5 балаға берілген анамның значогы. Мына 80 жылы Олимпиада бастағанда осы значокты маған әкеліп берді апам. Мен үшін ең қызығы, жаңағы о кезде мені балмұздақпен болмаса лимонадпен алдандыру қиын болды. Ең бәрі бірдеңе жұмсағанда значок берем деп жұмсайтын. Мен үшін барлығы да құнды және бағасы баламас жоқ. Әрқайсысына үңіліп көрсең, түрлі кезеңнен тарихтан сыр шертеді. Оларды табу, жинақтау алдымен уақытты, сосын қаражатты қажет етеді дейді Рафхат. Осы уақытқа дейін ел арасынан жинаған жәдігерлер күн санап артып келеді. Болашақта бір үлкен арманым, бір жақсы бір қолдайтын азаматтар нелер болса, бір әйтеуір мұражай ашу. Ақболат Мұстажабұлы, Олег Писаренко, 7